Сәлем достар, мен сіздерге бүгін сөзді қалай дөңгелек етіп жазуға болады және оған анимацияны қалай қосуға болады, содан кейін қарапайым жолын көрсеткім келеді. Менің каналыма жазылып, лайк басып, подписаться етіңіздер. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге Pixart деген мобильді қосымша керек болады. Pixart'ты ашамыз. Pixart'ты ашқаннан кейін біз без фона, яғни фоны жоқ жазуымыз керек. Ең бірінші мына жердегі задаттерінің ең астына барамыз да, свет фонға ең бірінші таңдаймыз. Ешқандай фоны жоқ. Мына жерде артында фон болмайды, осындай қарап тұрады. Енді осы жерге текст жазамыз астынан. Астынан текст жазайық. Мысалы, анимация деп жаза қояйын мен. Анимация. Енді мына жерде шрифтті таңдаймыз. Астына цветін таңдаймыз. Қызыл, фиолетовый. Және отводка дегенде көлеңкесін таңдаймыз. Айналасындағы бір әдемі сары свет алайық. Көріп тұру үшін бізге. Осылай істедік. Енді астына барамыз да, мына жерде отводка тегін қосайық кішкене. Енді астына барамыз, ең сондай избит деген бар, соны басамыз. Соны басқанда мына бүйтіп шкаланы бүйтіп қозғасақ, бұл сөзіміз бүйтіп дөңгелек болады. Былай қояйық. Былай, сосын кішкене астын бүйтіп жылтап қояйық. Дөңгелек болсын, қолымның ішіне жылжытамыз. Осылай істейміз. Енді осыны копиировать үстінен басамыз. Копиялап шығады. Соны екінші копиялап. Енді былай мұнан төңкеріп былай істейік. Біздің дөңгелек шығу үшін бүйтіп айналдырайық. Осылай істейміз. Енді осыны саған етіп аламыз. Сақтап аламыз. Иншютқа кіріп, видеоға кіреміз. Новый деген басамыз. Енді ол жерде бір фонды алайық. Бір фонды алып, мына жерде бірден холсын таңдап аламыз. ютубқа. Иншют дегенді басып, мына жерде бесплатно снять деп алып тұруға болады. Енді үлкейтіп алайық кішкене. Енді осыған текстімізді қоямыз, жаңа стикерді басамыз, галереяны басамыз, плюсті басамыз. Енді мына жерде анимация деп қалады. Ешқандай фонсыз мына жерге түсті, бізге түсті былай. Енді қасына бір тағы фото қояйық. Тағы фото қояйық. Мына қызды қояйық. Мына қызды былай қойып. Анимацияны былай әкеліп. Былай чуть-чуть әкеліп. Енді осыған біз былай бірдей қыламыз. Астынан саусақтың көмегімен. Және мына текстімізді басып тұрамыз да, редактировать-ке барамыз. Сосын мына жерде астында петля тұр. Соны оң жағын бұрамыз. Сол кезде мынандай қылып айналады. Енді жайлап кішкене айналу үшін осында істеуге болады. Айналып тұру үшін осылай жасауға болады. Қарайық. Анимация деп жазуға болады.